Баршаңызға Алланың сәлемі, рахымы мен берекесі болсын. Алла тағала пенделерінің ізгілік амал атқарып, көбірек сауап істер жасау үшін кейбір күндер мен түндерді басқаларынан артық етіп қойды. Сондай мұсылман баласының жаратушысының кешіріміне бөленуге тырысып, ізгі амалдарға ерекше ынта танытуы керекті уақыттың бірі Зулхижжа айының алғашқы 10 күні. Зулхижжа айы мұсылмандар үшін аса құрметті де және ардақты айлардың бірі. Бұл айдың алғашқы 10 күнде жасалатын ғибадаттардың қадірі өте жоғары. Алла тағала қасиетті Құранның Фәжр сүресінің алғашқы 2 аятында таң шапағына серт және мүбәрәк 10 түнгі серт деп айтқан. Ибн Аббас аталмыш аятты бұл аятта Зулхижжа айының алғашқы 10 күніне байланысты айтылған деп тәпсірлеген. Алла тағаланың қасиетті Құранда қандай да бір затпен ант етуі сол заттың маңыздылығын білдіреді. Ендеше бұл аят Зулхижжа айының 10 күннің ерекшелігімен артықшылы айтылып тұр. Ардақты пайғамбарымыз Алла тағалаға осы 10 күнде істелген игі істен жақсырақ амал жоқ деді. Сахабалар, уа Алланың елшісі, сонда Алла жолындағы күресу де оған тең келмей ме? деп сұрады. Алла елшісі, Алла жолында күресу де оған тең келмейді. Тек жанымен әрі малымен күресіп кері қайтпаған адамның жағдайы бөлек деп жауап берді. Ғалымдарымыз Рамазан айының соңғы 10 күніне қарағанда Зулхижжа айының алғашқы 10 күні артығырақ. Ал Рамазан айының соңғы 10 түні Зулхижжа айының 10 түнінен артығырақ. Себебі Рамазан айының соңғы 10 түнінде түндердің ұлысы болған қадір түні бар болса, ал Зулхижжа айының алғашқы 10 күнде күндердің ең ұлысы болған Арапа күні мен Құрбан айты бар деген. Бұл күндерді ізгілікпен өткізу Алла тағалаға жақындататыны сияқты, бұл күндерде күнә істеу пендені жаратушысынан алыстатып, оның мейірімінен махрұм етеді. Сол себепті де Зулхижжа айының алғашқы 10 күнде мұсылман жұртшылығы мынадай құлшылықтар атқаруға мән беруі қажет. Бірінші, қажылық. Қажылық әл-хажру деп айтылып, тілдік мағынасы ұлық тұтқан нәрсеге талпыну және ниеттену, оны мақсат тұту дегенді білдіреді. Терминдік мағынасы шариғат тарапынан белгіленген уақытта арнайы құлшылық рәсімдерін атқару үшін қағбаны ғана мақсат етіп жолға шығу дегенді білдіреді. Алла тағала қасиетті Құранның Әли Имран сүресі 97 аятында Алланың үйін зиярат етуге шамасы келетін әрбір адам үшін қажылыққа бару оның мойнындағы Алланың ақысы. Ал егер кім күпірлік етіп қажылықты жоққа шығарса, біліп қойыңдар, Алла ешкімге мұқтаж емес, керісінше бүкіл ғалам оған мұқтаж деп айтқан. Қажылық 5 парыздың бірі. Алла тағала оны атқаруға шамасы келетін мұсылманға парыз етті. Үлкен қажылық тек Зулхижжа айында жасалатын болса, кіші қажылықты жылдың кез келген мезгілінде жасауға болады. Ардақты пайғамбарымыз қажылықтың сауабы турасында бұл үйге, Қағбаға қажылық жасаушы кісі төсек қатынасына түспесе, сондай-ақ бұзық іс істемесе, анасынан туған күндегідей оралады деген. Яғни Алла тағаланың разылығын тілеп, біліп және білмей жасаған күнәларына шынайы ықыласпен кешірім сұрап, жәннатты үміт етіп қажылық амалдарын толық орындаған адам күнәдан жаңа туған сәбидей таза болып қайтады. Зулхижжа айының алғашқы 10 күнде жасалатын екінші амал Арапа күні ораза тұту. Арапа сөзі тілдік тұрғыда ғарафа делінген етістіктен туындап, білу, түсіну деген мағыналарды білдіреді. Бұл күннің Арапа аталуының себебі Зулхижжа айының 8 күні Ибрахим пайғамбар баласы Исмайылды құрбандыққа шалу жайында түс көреді. Алғашқыда көрген түсін ол жай түс екен деп ойлайды. Алайда ертесінде әлгі түсті тағы көреді. Осыдан кейін оның Алладан келген аян екенін біледі. Осы себепті бұл күн Арапа деп аталды деген пікір бар. Арапа күннің уақыты Зулхижжа айының 9-ы, яғни Құрбан айттан бір күн бұрын. Бұл күні қажылық парызын өтеуге барған кісілер Арафат тауына бір мезет тұрақтайды. Олар Арапа күні ораза ұстамайды. Ал қажылыққа бармаған кісі Арапа күні ораза ұстауы сауап болмақ. Жалпы Зулхижжа айының алғашқы 8 күнде де ораза ұстау мұстахаб. Бұл күннің оразасы хадисте айтылған жалпы ізгі істердің қатарына жатады. Ал Зулхижжаның 9-шы, яғни Арапа күні ораза тұту сүннет. Өйткені Алла елшісі ол күні ораза ұстап, сахабаларын ораза тұтуға шақырған. Ардақты пайғамбарымыз Арапа күні ораза ұстау жөнінде былай дейді.
Арапа күнгі ораза арқылы Алла тағаланың өткен және келер жылғы күнәларды кешіруін үміт етемін. Жасалатын үшінші амал тәкбір ташрих айту. Зулхижжа айының алғашқы 10 күнде Алла тағаланы көбірек ұлықтап, мақтау сөздерін айтып жүру қажет. Ардақты пайғамбарымыз Алла тағаланың құзырында осы 10 күнде жасалған ізгі амалдан абзал әрі сүйкімді іс жоқ. Ендеше ол күндері тасбих, субханалла, тахмид, әлхамдулилля, тәхлил, лә илаха илалла, тәкбір, Аллаху әкбар сөздерін айтуды көбейтіңдер деген. Ал тәкбір ташрих айту, намаз оқу міндет болған әрбір мұсылманға уәжіп. Алла тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 203 аятында санаулы күндері Алланы еске алыңдар деп бұйырған. Аяттағы санаулы күндер дегенді Әзірет Әли Арапа күнгі таң намазынан бастап айттың 4-ші күні екінті намазының соңы деп тәпсірлеген. Демек, тәшрих тәкбірі Зулхижжа айының 9 күнгі таң намазынан бастап әр парыз намаздың соңында айтылып, Зулхижжаның 13-ші күнгі екінті намазына дейін жалғасады. Яғни 23 парыз намазды қамтиды. Тәкбір ташрихты намазды жеке оқыған адамда, жамағатпен оқыған адамда айтады. Бір мәрте айту, уәжіп, одан көбірек айту мұстахаб амал саналады. Ер адам дауысын көтеріп, әйел адам ішінен айтуы қажет. Сүннет, үтір және нәпіл намаздардан кейін тәкбір ташрих айтылмайды. Ардақты пайғамбарымыз өз хадисінде ташрих күндері тамақтану, су ішу және Алла тағаланы еске алу күндері деген. Тәкбір ташрих дұғасы. Алла ұлық, Алла ұлық. Алладан өзге тәңір жоқ. Алла ұлық, Алла ұлық. Барлық мақтау Аллаға тән деп айтылады. Жәбир атты сахабадан жеткен хадисте Алла елшісі Арапа күні таң намазын оқығаннан кейін сахабаларына бұрылып, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Лә илаха илаллаху уаллаху әкбар. Аллаху әкбару уә лилахи илхам дейтін. Осылайша Арапа күнінің таң намазынан бастап соңғы тәшрих күнінің екінті намазына дейін айтатын делінген. 4-ші амал айт намазын оқу. Айт сөзі әл-ғиду сөзінен енген. Айт намазы шариғат тарапынан мұсылмандарға уәжіп етіліп хижраның 1-ші жылында енгізілді. Әнастың айтуынша Алланың елшісі Мәдинаға келгенде мәдиналықтар тойлайтын 2 күн болатын. Ардақты пайғамбарымыз, бұлар не қылған 2 күн? деп сұрайды. Олар исламнан бұрын осы 2 күнде ойнап көңіл көтеретінбіз дейді. Сонда Алланың елшісі, расында Алла ол екеуін одан да жақсырақ мерекелерге, құрбан айты мен ораза айтына айырбастады деді. Мерекенің алғашқы күні айт намазына барарда ғұсыл құйынып, әдемі, таза киім киіп, үстіне хош иіс сеуіп барған жөн. Имам Мәлик, мен ғалымдардың айт күндерінде жасанудың және хош иіс жағудың абзал екендігі туралы көп айтатынын естігенмін деген. Сонымен қатар құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздың алдында ештеңе жемеу мұстахаб амал саналады. Хадис шәріпте пайғамбарымыз ораза айт намазына тамақ ішпей бармайтын, құрбан айт намазына тамақ ішпей баратын еді делінген. Жұма намазы парыз болған әр мұсылманға айт намазын оқу уәжіп. Айт намазының уақыты күн бір немесе 2 найза бойындай деңгейге көтерілгенде кіріп, оның аспан биігіне жетуімен шығады. Яғни күн шыққан соң жарым сағат өткенде айт намазының уақыты кіреді. Айт намазын имаммен бірге атқаруға үлгермеген адам оның қазасын өтемейді. Алла тағала қасиетті Құранның Кәусар сүресі 2-ші аятында Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп айтқан. Тәпсірде бұл аяттың құрбан айт намазы мен құрбан шалу турасында екендігі айтылған. 5-ші амал құрбан шалу. Құрбан айтта құрбандық шалу әрбір ақыл есі сау, жолаушы болмаған. Мал дүниесі нисап мөлшеріне жететін мұсылман адам үшін уәжіп. Алла тағала қасиетті Құранның Хаш сүресінің 34-ші аятында біз әрбір үммет үшін өздеріне берген малдардан Алланың атын атап құрбан шалуды бекіттік деген. Хадис шәріпте амалдар ниеттерге байланысты демекші әрбір істі бастарда алдымен ниет ету керек. Құрбандық малын шалғанда да ниеттің тазалығы, шынайылығы маңызды. Себебі құрбандығымыз тек Аллаға арналып сойылуы керек. Қасиетті Құранның Әнғам сүресінің 162-ші аятында Алла тағала ардақты пайғамбарымызға, расында менің намазым, құрбандығым, тіршілігім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Алла үшін. Оның серігі жоқ.
осылай бұйырылдым, және мен мұсылмандардың алғашқысымын деп айт деп бұйырған. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді. Онда адамның ішкі пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады. Осы себепті де шалынған құрбандық етімен мұқтаж жандарға жәрдемдесудің сауабы үлкен. Қасиетті Құранның Зәрият сүресінің 19 аятында олардың малдарында қайыр сұраушының және сұрауға намысы жібермеген жарлының да ақысы бар делінген. Сүннетке сәйкес құрбан етін үшке бөліп, бір бөлігін мұқтаж жандарға, екінші бөлігін туған туыстарға немесе көршілерге, ал қалған бөлігін өз отбасына алып қалуға болады. Құрметті көрермендер, Алла тағала пенделерінің ізгі амал жасап, құлшылықта ерекше бекем болулар үшін жыл ішінен 3-10 күнді таңдап алды. Олар: бірінші, Рамазан айының ақырғы 10 күні. Себебі осы 10 күн ішінде Қадыр түні бар. Екінші, Зулхижжа айының 10 күні. Себебі бұл 10 күнде Арапа күні, Құрбан айт, қажылық сияқты тағы да басқа құлшылықтар бар. Үшінші, Мухаррам айының 10 күні. Бұл айда Ашура күні бар. Ендеше осы күндерді барынша ізгілік, сауапты амалдармен өткізуге тырысайық. Алла тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық беріп, қажылық сапарындағы жерлестеріміздің сапарын оң етіп, баршамызға жаратқан иеміздің мейірімі мен кешіріміне кенелуді нәсіп еткей. Алла тағала Зулхижжа айында жасаған барлық құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Тәубеңізді қабыл алып, жүрегіңізге иман, өміріңізге береке, отбасыларыңызға тыныштық пен бақыт нәсіп етсін. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.